Баршаңызға қайырлы күн. Осы жылдың хит пирогтарының бірі йогуртовый пирогты жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараймыз. Алдымен ұнға 1 шай қасық ұн қопсытқыш, яғни разрыхлительді саламыз. Одан кейін қантты немесе қант ұнтағын қосып, қасықтың көмегімен араластырамыз. Келесі кезекте тоңазытқыштан алынған майлығы 70%-дан жоғары сары майымызды салып, осылай барлығын жақсылап үгітіп аламыз. Одан кейін бір жұмыртқамызды қосып, жұп-жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Қыздар немесе осы жұмыртқа мен қантты бірінші араластырып, одан кейін сары майға қоссаңыз да болады. Қай әдіс сізге ыңғайлы, сол әдісті пайдаланамыз. Мінекей бізде осындай жұмсақ қамыр пайда болады. Енді оны пакетке салып, 20 минутқа тоңазытқышқа алып қоятын боламыз. Енді оған дейін салмамызды жасайтын боламыз. Ол үшін майлығы 20%-дық бізге қаймақ қажет болады. Осындай живой деген жазу бар. Тірі йогуртты пайдаланамыз. Кез келген дәмдегі йогуртты пайдалануға болады. Мінекей енді йогуртымыздың барлығын осылай саламыз. Одан кейін үйдегі кез келген сгущенканы қосатын боламыз. Видеоның описание бөлімінде барлық ингредиенттері граммен жазулы тұр. Сол бөлімге өтіп қарасаңыз болады. Одан кейін 2 жұмыртқаны құямыз. Крахмалдан қыздар жүгері крахмалын пайдалануға кеңес беремін. Өйткені жүгері крахмалын қоссаңыз, сіздің пирогыңызда ешқандай крахмалдың дәмі білінбейтін болады. 1,5 ас қасық крахмалдан қосып, енді венчиктің көмегімен түйіршіктері кеткенше бір бағытта жақсылатып барлығын шайқап алатын боламыз. Мінекей бізде осындай өте әдемі масса пайда болады. Диаметрі 23-24 см болатын осындай формаға енді қамырымызды жайып шығатын боламыз. Жаймендеп осы кезден бастап 180 градуста пешімізді қыздырып бастаймыз. Қыздар салмасын құйған видеом менде түспей қалған. Салмасын құйып 180 градуста 35-40 минут пирогымызды пісіріп аламыз. Дайын болған пирогты бірден формадан алмаймыз. Бірінші бөлме температурасында 30 минуттай суытып аламыз. Одан кейін тоңазытқышқа 1 сағатқа салып қоямыз. Мінекей бізде осындай өте дәмді, балғын болып шығатын пирог дайын болады. Рецепт ұнап жатса лайк басып, қыздар, каналыма тіркелеміз. Сіздермен бірге болған Гаухар ас болсын.